2014 жылдан бастап балапан балабақшасын ашқан балапан бағдарламасымен. Одан кейін 2018 жылдан ГЧП бағдарламасымен тағы да балапан 2 балабақшасын аштым. Биылғы жылы балапан 3 балабақшасын аштым. Енді біздің Зайсан қаласының осындай көркейіп келе жатқандығы өте бір осы біздің халқымыздың еңбекқорлығы, соның еңбекқорлығының арқасы. Енді бізде биылғы жылы Зайсан қаласында 300 орындық мектеп салынып жатыр. Және де Қаратал ауылында 180 орындық мектеп салынып жатыр. Оның бәрі біздің ауданымыздың демографиясының өсіп келе жатқандығы. Қазіргі уақытта бізде білімді жастарымыз өте көп. Сондықтан бізге осы салынып жатқан мектептеріміз үлкен нәтижеге жеткізеді деп ойлаймын.